Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тиімді есептеу. Дәптерімізді ашып, 1 сәуір тиімді есептеу деп жазып аламыз. Оқулығымызды ашып, нөмірі 1 есепке қараймыз. Есептеуді тиімді тәсілмен орында. Өрнектердің мәнін өсу ретімен ата. Сонда балалардың бұл орындарда қандай ретпен болғанын анықтайсың. Бірінші суретке назар аударайық. Іле алатауы 4-ті 5 рет қосқан. Өрнектің мәнін тиімді тәсілмен орындап көреміз. Ол үшін біз қосуды көбейтумен алмастырамыз. 4-ті 5-ке көбейтеміз. 4-ті 5-ке көбейтсек 20-ға тең. Екінші суретке қараймыз. Іле өзені 11 қосу 3, қосу 7, қосу 9. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табатын болсақ, 11-ге 9-ды қосамыз, 3-ке 7-ні қосамыз. 11-ге 9-ды қоссақ 20-ға тең, 3-ті 7-ге қоссақ 10-ға тең. Демек, өрнектің мәні 30-ға тең. Көлсай 31 қосу 19, қосу 14, қосу 36. Тиімді тәсілмен орындау үшін 31-ге 19-ды қосамыз, 14-ке 36-ны қосамыз. 31-ге 19-ды қоссақ 50-ге тең, 14-ке 36-ны қоссақ 50-ге тең. Демек, өрнектің мәні 100-ге тең. Алтын немел ұлттық табиғи саябағы. 25 қосу 20 қосу 5. Тиімді тәсілмен орындау үшін 25-ке 5-ті, оған 20-ны қосамыз. 25-ті 5-ке қоссақ 30, 30-ға 20-ны қоссақ 50-ге тең. Алакөл 20 қосу 5, қосу 15, қосу 20. Тиімді тәсілмен орындап көреміз. 20-ға 20-ны қосамыз, 5-ке 15-ті қосамыз. 20-ға 20-ны қоссақ 40-ға тең. 15-ке 5-ті қоссақ 20-ға тең. 40-қа 20-ны қоссақ 60-ға тең. Қатонқарағай ұлттық табиғи саябағы. 21 қосу 24, қосу 9, қосу 16. 21-ге 9-ды қосып аламыз. 24-ке 16-ны қосамыз. 21-ге 9-ды қоссақ 30-ға тең. 24-ке 16-ны қоссақ 40-ға тең. 30 бен 40-тың қосындысы 70-ке тең. Бұқтырма өзені 18 қосу 23, қосу 22, қосу 17. Тиімді тәсілмен орындаймыз. 18-ге 22-ні қосамыз, 23-ке 17-ні қосып аламыз. 18-ге 22-ні қоссақ 40-қа тең, 23-ке 17-ні қоссақ 40-қа тең. 40 пен 40-тың қосындысы 80-ге тең. Баянауыл ұлттық табиғи саябағы. 10-ды 4 рет қосып алған. Біз 10-ды 4-ке көбейтеміз. 40-қа тең. Бурабай 52 қосу 17, қосу 18, қосу 3. 52-ге 18-ді қосамыз, 17-ге 3-ті қосамыз. 52-ге 18-ді қоссақ 70-ке тең. 17-ге 3-ті қоссақ 20-ға тең. 70 пен 20-ның қосындысы 90-ға тең. Балалар, өрнектердің мәнін өсу ретімен атап көрейік. 20 Іле алатауы, 30 Іле өзені, 40 Баянауыл ұлттық табиғи саябағы, 50 Алтын емел ұлттық табиғи саябағы, 60 Алакөл, 70 Қатонқарағай ұлттық табиғи саябағы, 80 Бұқтырма өзені, 90 Бурабай, 100 Көлсай. Балалардың бұл орындарды қандай ретпен болғанын анықтап көрдік. Екінші есеп салыстыр. 6 мен 4-тің мәні 24-ке, 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. 24-ке 28-ден әрі қарай осылай есептерді өз беттеріңізбен дәптерге орындаңыз.
Номері 3 есеп. Асы саябақты көгалдандыру үшін әрқайсысына 9-дан 3 қатар қайың көшеті отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Есеп балалар қайың көшеті туралы. Әрқайсысына 9-дан дейін бір қатарға 9 қайың көшеті, 3 қатарға белгісіз қайың көшеті. 3 қатарды табу үшін не істейміз балалар? 3-ті 9-ға көбейтіп, шешуін тауып аламыз. Шартын, сұрағын, шешуін, жауабын табамыз балалар. Есепке кері есеп. Саябақты көгалдандыру үшін барлығы 27 қайың көшеті отырғызылды. Көшеттерді 3 қатарға бөліп отырғызды. Әр қатарға неше қайың көшеті отырғызылды дейді. Яғни 3 қатар 27 қайың, бір қатар белгісіз қайың дейміз. Шешуінде 27-ден 3-ті бөлеміз. Осы кезде шыққан санымыз әр қатарға неше қайың көшеті отырғызылғандығы табамыз. Келесі балалар, номері 3 есептің әсі. Саябақты көгалдандыру үшін әр түрлі ағаш көшеті отырғызылды. Яғни 9 қайың көшеті, 6 емен көшеті, 8 терек көшеті және 7 шаршы көшеті отырғызылды. Саябаққа барлығы неше көшет отырғызылды? Қайың 9, емен 6 көшет, терек 8, шырша 7. Барлығы белгісіз деп барлығын табамыз. Номері 4 есеп балалар. Есептерге өрнектер жаз дейді. Асы. Шағын зауытта 45 кг тыңайтқыш 9 қапшыққа салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыштан салынды? 45 кг 9 қапшық. Бір қапшық белгісіз килограмм деп. Бір қапшықта неше килограмм тыңайтқыш бар екенін табамыз. Ол үшін 45 килограммнан 9 қапшыққа бөлеміз. Осы кезде бізде бір қапшыққа неше килограмм салынғандығын белгілі болады. Дәптерімізге осы есептердің барлығын шарты, сұрағы, шешуі жауабымен жазамыз балалар. 4 есептің әсі. Саябақты көгалдандыру үшін әрқайсында 9-дан 4 қатар қайың және әрқайсында 8-ден 3 қатар үйеңкі көшет отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Есеп қайың және үйеңкі туралы. Жазамыз балалар. Қайың 9-дан 4 қатар. Үйеңкі 8-ден 3 қатар. Барлығы белгісіз. Қайыңды табу үшін 9-ды 4-ге көбейтеміз. Үйеңкіні табу үшін 8-ді 3-ге көбейтеміз. Шыққан сандардың мәнін қосып, барлығы неше көшет отырғызылғандығын табамыз. Дәптерімізге осы есепті өз беттеріңізбен жаза қойыңыздар. Номері 4 есептің бұ нұсқасын және номері 5 есепті өз бетімізбен орындаймыз. 5 есеп бағандап шығару. Осымен математика сабағы аяқталды. Сіздерден осы есептердің барлығын дәптерге жазылған түрін жіберулеріңізді сұраймын. Кері байланысқа міндетті түрде шығамыз. Сау болыңыздар.